Ассалаумағалейкум, қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Машан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамда тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай зиян келтірмейтін болса. Бас қауіпсіздік жөнінде айта кетейін, жалған аккаунт ашыңыздар, сөйтіп сол жерде бәрін жазыңыздар, бәрін сол жерде айтыңыздар, елге тарқатыңыздар. Ал мынау лайк пен подписка ол осы менің жариялап отырған видеоларымды көбірек кісілердің көруіне мүмкіндік береді, сөйтіп ортамыз тола береді. Тақырыпқа келетін болсақ, еркін тақырып, өздеріңізбен жай бір-екі мәселенің басын шалып өтейін дедім. Мына бірер күнде, марттың бірі шатаспасам, ораза басталады. Айда жаппай бәрі жаңағы мектеп оқушысы бар, студенттері бар, апаларымыз бар, ағаларымыз бар, аталарымыз бар, бәрі жаппай ораза ұстауға кіріседі. Ол да жақсы шығар, денсаулыққа пайдалы шығар. Бірақ оны жаңағы бұлай ғылыми тұрғыдан да қарау керек, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарау керек. Үйдегі мынау ішіп отқан астарыңыздың құндылығына қарау керек. Ал міне жалпылама осы жаңағы Алла тағаламның сондай бұйрығы екен, сөйтіп сол ораза мұсылман болғасын, сол оразаны ұстамасам, осы мұсылман болмай қалам деген осындай дұрыс емес ойлардан арылу керек. Одан қалды міне былайынша күндері жұма сайын шапқылап мешітке барып жатады. Жасың бар, кәрің бар, барлығы. Одан қалды мына ораза күндері тіпті мынау пітір садақамыз бар, басқамыз бар деп бәрі тайлы-таяғы қалмай сол жаққа барып жаңағыны бере бастайды, бірімен бірі жарысып. Егер ол өздеріңіз жаңағы жүректеріңіз соны қалап тұрған болса, әрине. Ал бірақ сөйте келе ойланыңыздар, қараңыздар. Алла тағала не дейді? Ең бірінші өзіңді ойла, өз отбасыңды ойла. Мынау жаңағы ораза ұстайтын кісілер үйіндегі жаңағы ішіп-жеп отқан тамақтарының құндылығы дегенім, ол денсаулығыңызға өте ауыр болады, өте зиян болады. Ішкеніңіз жаңағы бір қара шаймен бір нан болса, бір нанды майды жағып жеп жүрген, ол ертеңгі күні өзіңіздің ағзаңызға үлкен зиян келтіреді. Ораза ұстаған кісі сәресі де кәдімгідей тойымды жақсы болу керек. Бір күн бойы жүрген кезде сол жаңағы энергияны, сол күш қуатты, сол тамақ сізге күні бойы жаңағы ораза ұстаған кезде, тамақ нәр татпаған кезде, су ішпеген кезде соның бәрін орнын сізге толықтырып беріп тұру керек. Кешкілікте әйтеуір барды жеп қарынды тойдыру мақсат емес. Ол жерде де жаңағыдай өте аккуратны, өте жаңағы мұқият қарап, қандай тамақ жеуге болады. Бір күн бойында аш жүрді сіздің ағзаңыз, енді кешкілік тек жеңіл желпі, бір кішкене су ішіп, одан кейін терлеп-тепшіп, шай ішіп, одан кейін барып жаңағыдай ыстық тамақты ішіп, оған сіздердің уақыттарыңыз қайда? Таңның атуы, кештің батуы, тіршілікке жұмыс істеп келесіздер, одан қалды жаңағы үйде не бар, соның бәрін тарсылдатып асқазаныңызға жібересіздер, одан кейін міне аурудың бәрі осыдан міне шыға береді. Әрине, қайталап айтам, оны өздеріңіз білесіздер. Қалай ұстайым дейсіздер, аштан ұстайым дейсіз ба, оның бәрін өздеріңіз білесіздер, әрине. Бірақ енді жаңағы өзімнің 5 тиынымды қойып кетейін деген осы жерде. Өзім талай жыл болды, ораза ұстаймын, Құдайға шүкір. Бірақ мен енді әйтеуір жаңағыдай ғылыми жағынан, басқа да жағынан қарап соған жасаймын. Одан қалды мынау мешіттегі имамдардың жаңа жасап қойған несі бар, жаңағы кестесі бар. Міне пәлен сағатта жаңағы намазға дейін пәлен уақыт қалғанда сен аузыңды бекіту керексің, пәленшеде тұрып бүйту керексің, одан кешке оның бәрін енді қайталап айтам, кешірім сұраймын, егер дұрыс мені түсінбей жатсаңыздар. Мен есімді білгенде ата-әжелеріміз осылай мені ораза ұстайтын. Міне ол кісілер таңның атуына сәл қалғанда ауыздарын бекітіп, содан кейін тіршіліктеріне шығып, тіршілігіне шықса, шықпаса, жаңағыдай демалып бір жағдайларын жасап жүретін үлкен кісілер.
мен өз басымда міне солай істеймін. Таңның атуына бір 10-20 минут қалғанда ғана аузымды бекітемін. Ал сіздің елдегі мына туған туыстарым бар, таныстарым бар, олардың ауыз бекіткенін естен, анау таңғы 2-3-те тұрып, ауыздарын бекітіп, қайттан ұйқыға жатады. Ол асқазанды тойдырып, қайттан жатқаннан кейін, ол қандай пайда алып келеді сіздің ағзаңызға, айтыңызшы. Мына оның бәрін, мынау соны кестелерді жасап отырғандар, әдейі мынау халыққа қарсы нелердің бәрін сөйтіп дізіп жасап қойған сияқты. Халық сөйтіп өзін-өзі тоздыра берсін. Егер соны жаңа өткізіп алса, кәдімгідей қайғырасыздар. Ешқандай да қайғырудың керек жоқ. Құдай ол бәрін кешіруші, бәрін түсінуші. Одан қалды жаңа мешітті. Ана жолы да бір нелерімде, осыдан бір жыл бұрын бекен, эфирімде айтып өткен мешіт жөнінде де. Міне Құттықана мешіттің өзіңнің үйің. Кімге сыйынасың, аруақтарға жаңағы бағыштайсың ба, бәрін міне өз үйіңде отырып та істей берсең болады. Құттықана мешіттің өзіңнің үйің. Менің анам маған солай үйреткен. Міндетті түрде ол мешітке барып, сол жерде жаңағы бәрімен сол жерде құлшылық ету ол міндет емес. Әсіресе мынау әйел адамдарға, еркек адамдар енді өздері біле жатар. Ал бірақ айналып келгенде ол жаңа мешітке барып, сол жерде жаңа сап түсеу, бүйту. Егер сіз жаңағы тіршілігіңіз жоқ болса, қолыңыз бос болса, жаңағы ішкеніңіз алдыңызда, ішпегеніңіз артыңызда болып, бала-шағаңыз тоқ отырса, сол уақытта сіздер мешітте жаңағы құлшылық етіп жатқан кезде. Ал мешітке барғанда сол жаңа Құдаймен сіздерге жаңа имам орталарыңызда посредник, делдал. Керегі не ол делдалдың сіздерге айтыңыздаршы. Міне Құдай міне жүрегіңізде, иманыңыз жүрегіңізде болу керек. Ешқандай делдалсыз міне тікелей хабарласа беріңіздер. Тікелей сол бір Құдайдан ғана сұрай беріңіздер. Сол имам арқылы айтқан сіздің нелеріңіз, дұғаларыңыз сояққа тезірек жетеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Міне қай жерде отырасыз, өзіңіз отырыңыздар да жүріңізбен. Міндетті түрде ол араб тілі болуы да керек емес ол. Өз тіліңізбен қай тілде сөйлескіңіз келеді, қай тілде тілдесе аласыз, Құдаймен сол тілмен сөйлесе беріңіз. Біреу Құдай дейді, біреу Алла дейді, біреу құдірет дейді. Міне түсінбеймін осы жағын кішкене. Ертең міне ойласам, ораза келе жатқан кезде тіпті сапырылысып бәрі. Оның бәрін былай алғанда биліктің бос қып міне жіберіп қойғаны мынау имамдарға, бәр жерге жаңағы жасыл свет, олар кәдімгідей халықтың алдында Құдай қып қойған. Соларды бұлшылдатып, кешіріңіздер мынау имамдарды. Мен сол елде жүрген кезде, мен жас кезімде естейтінмін, бұл жаңа мешіттердің бәрінде қазіргі отырғандар жаңағы КНБшниктар деп. Өзімнің жақын танысымның әйелінің аузынан естігенім. Міне сол жаңа жолдасымның күйеуі сол жерлерде отырады. Көрдіңіздер ме? Олар сіздердің садақаларыңыздан айлығын бір алып отырады. КНБ-дан айлығын 2 алып отырады. Ал сол садақаны міндетті түрде барып мешітке салу міндетті емес. Менің ойым. Міне шын пітір садақа беріңіз деп тұрса, шынымен жаңағы Құдайы садақа беріңіз деп тұрса, жан-жағыңызға қараңыз. Көршілеріңіз бар, туысқандарыңыз бар, алыстағы туысқаныңыз болуы мүмкін. Міне соған бір кішкене көмегіңізді беріңіз. Сол үйге бір сөмке жаңағы наныңызды, шайыңызды, майыңызды алып барып, қонаққа барып, сол нан шайыңызды бірге ішіп, жеп кетіңіз. Міне сол садақа. Міндетті түрде жаңағы имамдардың жәшігіне салып, сол Құдайға тезірек барып, тезірек сол, мына бала 2000 салыпты ғой, бұл балаға тезірек жағдайын жасайын деп, о жерде Құдай отырған жоқ, оның әркімнің келген ақшасын санап. Мен сіздер сол имамдарды айтып жатсыздар. Міне осы имамдар, осы мешіттер көбінесе қазір тобырғып жатыр. Одан қалды жас балдар тіпті үйір болған. Менің кезімде кішкене аздау еді, қазір тіпті масқара. Жас балдарға айтқым келеді. Одан да сауатты болыңдар. Интернет арқылы, интернет бәріне үйретеді қазір. Содан жақсы нәрселерді үйреніңіздер. Ана жолында айтып өткен, GPT чат деген бар. Оп-оңай, тегін құрылғыңызға жаңағыны приложение жазып аласыз да,
болды, соған сұрақтарыңыздың бәрін қоя беріңіздер. Қазақ тілін сіздер оған үйретесіздер. Басында сөйлесіп бастаған кезде GPT чат, сәлеметсің бе, менің атым мынандай, енді сенің қызметіңді мен көргім келеді, сен маған қызмет етесің, маған көмектесесің, мені осындай тақырыптар толғандырады. Міне қазір Украина мен Ресей арасындағы соғыс қалай десеңіз, ол шала-пұла қазақшасымен бірінші рет айтады. Сосын сіз оған ескерту жасаңыз, сен қазақшаң онша емес екен, міне сол кішкене қазақшаңды жетілдірсең, мен қазақ тілді тұтынушымын, маған қазақ тілде ақпараттар мол керек болады деп. Ауа райынан бастаңыз даладағы. GPT чат, далада қандай ауа райы? Суық па, жылы ма, жылы киінейін ба? Не болмаса мынау көршілес елдерде, көршілес елге баруға қай жолбен барған тиімді маған? Ұшақпен барған ба, пойызбен барған ба, әлде жеке машинамен барған ба, жеке көлікпен барған ба? Міне осындай сұрақтармен сіздер сөйлесе берсеңіздер, ол GPT чат күннен күнге өзінің де қазақшасын жақсарта береді. Мен өзім де солай қазір GPT чаттың қазақшасын жақсартып келе жатырмын. Мен көбірек қолданам, менікі кәдімгідей сөйлеп қалды GPT чатым қазақша, ұлымдікі әлі шорқақтау. Өйткені олар көп қолданбайды, олар көбінесе ағылшынша қолданады онымен. Міне осы жағынан жастар, білімді болыңдар. Көріп отсаңдар видеода, көресіңдер Ресейдің, басқа елдердің жастарын тоқтатып алып, ең болмаса мынау әр елдің астанасын сұраса соны білмейді. Ресей ол кезден білмейді. Біз жас кезімізде, біз Ленинабад деген жаңағы қалаға неге бардық, туристический, мектеппен жиынмен бардық. Сол кезде Ресейдің оқушылары келгенде, біз Қазақстаннанбыз, жаңағы ал астанамыз Алматы деп атқанда, олар сезбейді. Ол жерде Түркменстаннан болды, Өзбекстаннан болды, Қазақстаннан болды. Олардың оқушылары ол кезде білмейді оны. Сол кезде неге білмейді? Ол кезде олар менсінбейді. Мектептерінде ондай сабақтарда дұрыс жүрмейді. Біздің олардың қасына қарағанда біздің біліміміз сол жағынан неғұрлым жоғары болды. Ресейліктер ол кезден бастап міне ағылшын тіліне, тағы да басқа жаңағы предметтерге, сабақтарға көбірек зейін қойған. Ал мына жастар жағы тағы да математика жағынан өте мықты біздің қазақстандық жастарымыз. Міне талпыныңдар, алға қарай ұмтыла беріңдер. Міне интернетте шахмат та бар. Интернетпен шахмат ойнаңыз. Басында көп жеңгізеді, сізді өзіне үйретіп алғанша интернет. Содан кейін жеңе бастайды. Сосын сіз арқа қарай ұмтыла бересіз. Одан қалды, тағы да тегін. Сол шахматты Қазақстанда отырып, Америкада менімен ойнауыңызға болады. Мен түсуім мүмкін, болмаса басқа біреу американдық, не болмаса жаңағы Бразилия. Әр елмен шахматты да ойнай бересіздер. Ол жерде ешкіммен сөйлеспейсіздер. Шахматта тілдің керегі жоқ қой. Ал кейбір сөздерден сөйтіп сөздерді үйрене бересіздер. Жастар, сауаттарыңызды ашыңыздар. Міне халықтың сенімі жастарда. Бүгінгі күні, міне сендер миларыңды улатуға бермеңдер. Мынау Ресей пропагандасына, одан қалды мынау қазақ пропагандасына, қазақта енді уланбаған адамдар әлі бар Қазақстанда, енді 40-30% точно бар енді. Ал қалғаны қазір көздері ашылды деген енді образный сөз, оған ренжімеңіздер, астында көбісі жазады. Міне түсініңіздер, біз ешкімді жамандамаймыз, біз ешкімді жек көрмейміз, біз тек қана өзіміздің мынау тәуелсіз елімізде өзіміздің тілімізді пайдаланып, өз ұрпағымызды өз жерімізге сүйіспеншілігімен өсіргіміз келеді. Ешқандай фашизм емес ол, ешқандай да нацизм емес ол. Міне соны ұғынып, түсініп жастар, ешкіммен тайталаспай, міне жаңағы желіде жүреді, үлкен кісілерге дөрекі сөйлеп, орынды бермей ақ қойыңдар, бірақ дөрекі қайтармай ақ қойыңдар, айналайын. Түсінен жаңағы сөмкелерің өте ауыр, таң атпай тұрасыңдар, сабаққа барасыңдар. Бұны үлкен кісілерді түсіну керек негізінде. Ол елдің көзінше өз жерде ол балдарды сөккенде әрине мынау үлкен кісілер жағынан дұрыстаймыз, бірақ жастар, сіздер соны ұғыныңыздар. Ұлық болсаң кішік бол дейді. Ертеңгі сендерге сенім артып отыр. Ата-аналарыңыз, бүкіл еліңіз,
бүкіл елдің ұлдары боласыңдар ертең сендер. Міне өмірді өзгертетін, ата-аналарыңды бақытты өмірге алып келетін міне сіздер. Шаршап, шалдығып, таң атпай тұрып, сабақ оқып, шаршап жүрсіздер. Ертең күні ата-анаңызға пайдаңызды тигізейін деп, бұл өмірде бірдеңеге қол жеткізейін деп, ал сөйтіп отырып енді мынандай дөрекі сөздермен үлкендерге қайтармай-ақ қойыңыздар. Кейде үлкен кісілерде де болады, жаңағы шеттен шығып жатады, өз баласына ұрысқандай, ол кісі сізге жаман болсын деп ұрыспайды, жастар, сіздер жақсы болсын деп жандары ашығасын ұрсады. Ал ұрысты екен деп, мынау камераға бажалаңдап, үлкеннің бетін алмай-ақ қойыңдар. Үлкенді сыйлағаннан қор болған ешкімді көрген жоқпын. Алтындай мынау бастарыңды сыйлаңдар. Сол алтын бастарыңды ғылыммен, өнермен толықтырыңдар. Сөйтіп бір жетістікке жетуге алға қарай талпыныңдар. Ал қазір мынау мешіт жағалап не көрінді сендерге? Кішкентайсыңдар әлі. Сендер мұны өмір көру керексіңдер. Америка қандай тамаша. Мынау Испания, Италия, Франция. Сіздер қазір естіп отырған кезде бір ешқашанда болмайтындай бір әңгіме көретін шығарсыздар. Неден интернеттен көрген кезде де сол елдерді, бізге бұл жерде бару қайда, көру қайда деп ойлайтын шығарсыздар. Өйтіп ойламаңыздар. Мен міндетті түрде сол жерге барам деп ойлаңыздар. Мен бала кезімде, 3-ші ма 4-ші сынып оқып жүрген кезімде мүмкін көрген шығармын, жаңағы есімде қалғаны океан, мұхитты сол кезде көргенмін. Сонда сол кезде миымда, ойымда қалған, бір көзіммен болса да мен осы мұхитты көремін деп, сондай елді көремін деп. Міне сол кезде әкемнің маған беретін ақылы: оқы балам, оқысаң бәр жерді көресің, бәрін бағындырасың деп. Құдайға шүкір, міне оқығаннан жаман болған ешкімді көрген жоқпын. Бізді ата-анамыз өздері де мешітке жүгірген жоқ, бізді де сүйреген жоқ. Әркім өзі таңдайды. Міне мен мұсылман екем, қазақ екенін білем. Жүрегімде иманым бар екенін білем. Бір Құдайдың, бір күштің бар екенін білем. Міне сіздер де соны өз-өздеріңізге сеніңіздер, әсіресе жастар. Оқыңыздар, алға қарай ұмтылыңыздар. Оқыңыздар дегенге мимен кіріп кетіп, өзіңізге берілмейтін, аламайтын ғылымға талпынудың керек жоқ. Тіл үйрену қолыңыздан келеді, шахмат үйрену қолыңыздан келеді, тағы да басқа өнерлер қолыңыздан келетін заттарды істей беріңіздер. Оқи беріңіздер, үйрене беріңіздер. Бұл тек қана жастар емес, үлкен кісілерге де, менің қатарымдағы замандастарыма да солай. Міне күнде бір нәрсеге алға қарай ұмтыла беріңіздер, үйрене беріңіздер. Құдай не дейді? Әрекет етсең, қарекетін берем дейді. Әрекеттене беріңіздер. Мынау халықтың арасындағы жүріп отырған астыртын жұмыстардан хабар алып отырыңыздар. Әблязовтың айтқан ұяшығын құруды жалғастырыңыздар. Мынау ертеңгі күні мешітке салатын пітір садақа дейсіздер, болмаса басқа дейсіздер. Соның бәрі мынау Әблязовтың ашқан қорына қарай салыңыздар. Оны бір есе емес, екі есе емес, ертең билікке келгеннен кейін өз батырларымыз 100 есе қып қайтарамын деп отыр. Оған сенімдімін, сенгім келеді, өйткені біздің мына жігіттер, естіп отырсаңыздар, бағдарламасын тыңдап көрген болсаңыздар, бәрін дәптіштеп сол жерде айтып отыр. Сол фильмдерді көріңіздер, сол жерде түсінесіздер. Бірігіңдер халқым, бір болыңдар, алға қарай ұмтылыңдар. Ертеңгі мынау келе жатқан X күнінде сол батырларымыздың жанынан табылып, бейбіт те берекелі, әділ Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.